Баршаңызды Алла аманат етіп құрметті қалайық. Біздің каналымызға тіркеліп кетсеңіздер тамаша болар еді. 50-60 адам жетпей тұр. Егер де 1000-ға толтырсақ, қазір 945 пе сондай адам подписчик. Біз осы каналымыздан рекламаны алып тастаймыз да, алдағы уақытта Құдай қаласа діни әңгімелерімізді ары қарай жалғастырмақпыз. Біз тиктокқа кетіп қалып, сол жақта көбірек әңгіме айтып жүрміз. Сол жақта 4000-ға жуық подписчигіміз бар. Ал мына ютубта болмай тұр. Сонымен бүгінгі видеомыздың тақырыбы Димаш жайында болмақ. Ютубтан осы көріп қалдым, Димаштың кетчуп пен нан деп айқайлап ән салып жатқандығын. Ендеше айтайын, әркімнің де өнерге бар таласы дейді ғой. Сол айтқандай, менің талғамымда Димаш Құдайбергенов ешқандай да әнші емес. Ол бар болғаны биліктің жобасы. Қытаймен арадағы қарым-қатынасқа байланысты саясатта қолдану үшін шығарған жобасы деп білемін өз басым. Димаш маған үйренші емес, өкпелі емес, оның жанкүйерлері де. Димаш егер де мықты әнші болса, онда мынандай нәрселерді оның өмірінде, мына біздің өмірімізде байқар едік. Бірінші, оның мықты бір әні болар еді. Халықтың аузында айтылып жүретін хит әні болар еді. Ол жоқ, бұны бір деп қойыңыздар. Екінші, егер де ол мықты әнші болса, хит әні болмаса да, ол басқа бір әншілердің айтқан әндерін жеткізіп, немесе олардан да асырып айтып береді. Адамдар таңғалдырып. Димашта бұл да жоқ. Витас дейді ғой, Витас па қалай еді? Витас дей ма, иә. Соның да, Алла Пугачеваның да айтқан әндерін айтып береді, қайталап. Бірақ асырып айтпақ түгілі жеткізіп те айта алмайды. Димаштың дауысы әлсіз. Бұны екі деп қойыңыз. Әлсіздігін мынадан білуге болады. Үшінші, егер де бір адамда Алла тағала дарын берген әншілік дауыс болса, оның өзіндік бояуы болады даусында, жаны болады, оның даусында бір сезім болады. Дауыстың қаттылығы, ашықтығы, кеңдігі, тереңдігі дегендей. Қысқасы, дауыста жан болу керек. Бұл да Димашта жоқ деп айтуға болады. Міне. Төртінші, егер де Димаш сондай мықты әнші болса, ол той бизнесте де, шоу бизнесте де орын алу керек ойып тұрып. Оны мен байқаймын, тойларға шақырмайтын секілді. Неге? Себебі оның хит әні жоқ, алып баратқан даусында сезім жоқ, харизма жоқ, ерекшелік жоқ. Сондықтан да оны тойға да шақырмайтын секілді. Мен білмеймін енді. Дегенмен де өзім сырттай ойым. Шоу бизнес жоқ болғанмен біздерде той бизнес бар. Шоу бизнесте де Димашты бір нелер шығарып, әндер шығарып, ол сатылымда болып, одан қырып ақша тауып отқан жоқ Димаш. Бұл да көрсетіп тұр кімнің кім екенін. Солай Димаш түгілі мына кейбір атақты әншілердің өзінде хит әндері жоқ деп айтуға болады. Аттарын атамай-ақ қояйын, бір ұмытып отырмын, бір әйел, келіншек пе, әйел ме бар, қыз ба, үстінде ешқандай лапаш жоқ, әйтеуір шығып алып стадиондарға айқайлап ән айтады. Адамдар соның әнін тыңдауға емес, соның сымбатына қарауға баратын секілді. Стадиондар лық толы болады. Бір елдерге барып ол концерт қоятын болса, сол елге дейтіндер адамдар ағылады, қонақ үйлерде орын болмайды дейді. Міне,
сондай атақты әншілердің өзінде мына ел аузында жүретіндей мықты ән жоқ. Неге? Себебі ол жерде шынайылық жоқ. Тек тисе терекке, тимесе бұтаққа деп айқайлап ән сала беретін секілді. Ал адамдардың талғамы қазіргі заманда төмен түсіп кетіп, сол бір сәттік қызық үшін ағылып, соның сымбатына қарау үшін, шоуға қарау үшін тек сол неге баратын секілді, концерттерге. Менің ойым осындай. Қысқадан нұсқа айтсақ, осы мен үшін Димаш ешқандай да әнші емес. Биліктің бар болғаны жобасы. Солай қабыл алыңыздар. Тек қана мен емес, айтып жүр кейбір адамдар, мен Димаштың айтқан әндерін тыңдамаймын деп. Иә, оның әндерінде ешқандай сезім жоқ, тартпайды адам дейтіндер. Сондықтан да тыңдамайды. Жақсы, сау болыңыздар. Біздің каналға тіркеліп таратып жіберіңіздер. Алдағы уақытта діндегі өзіміздің білген түйгенімізді айтып қоятын боламыз. Жақсы, сау болыңыздар. Рахмет.